Бәріне сәлем. Бүгін 36 аптадан асып жатырмыз. Көп оқырмандарым инстаграмда ішіңіз төмен түскен, сіз босанып қоясыз деп жатыр. Расымен де ішім төмен түскен ба, қалай ойлайсыздар? Сосын бала-шаға таңғы астарын бердім қой бүгін терезелердің барлығын сүртіп дайындалайын, роддомға кетіп қалып жүрсем десем, медсестрам звондайды, сізде бүгін приемға келмейсіз ба деп, ойбай есімнен шығып кетті деп зытып отырып өзіміздің поликлиникаға жүгіріп кетсем, ешкім жоқ, күшті рахат өзім отырдым. Негізі таңертең приемға келсең очередь деген көп болады ғой, мә түске дейін үлгере алмайтынбыз. Бүгін енді түстен кейін келгесін ба, тез кіріп шықтым, барлығы зың екен. Сонымен қой үйге қайтайын дедім. Бізде деген Луговойда қар деген биыл қалың жауып жатыр ғой, білмеймін, суық болып күнше. Сосын жаяулатып кішкене таза ауа жұтып үйге қарай қайттым. Үйге келе салдым да қой булочка илеп тастайын бала-шаға кешкіге жегенге дедім да шаймен. Сөйтіп осылай жұмсақ қамырымды иледім де үстіне сливочный майымды жағып жібердім. Сол кезде керемет болып шығады. Негізі мына булочканың рецептін өткенде де оқырмандарым сұраған. Менің осы TikTok, Instagram парақшаларымда бар, қарап шықсаңыздар болады. Сөйтіп жылы жерге орап дайындап қойдым да мына жақта кірімді жудым. Кірім жуылып бітем дегенше мына жақта булочкам керемет болып көтерілген. Енді формаларға келтіріп, әдемілеп тұрып орталарына салатынын салып, дайындап демалдырып қояйын дедім де. Соңғы уақыттарда менің булочкам керемет болып шығып жүр, қыздар. Білмеймін, алдында деген қатып қалатын, сөйтсем мен неден екен ғой, дрожждан екен ғой, тұрып қалса да болмайды екен, көтерілмей қалады да. Ортасында үйде көп негізі макты ала берген ғой, мен неге магазинге барған сайын мак аламын. Сонымен осылай нені қостым, вареную сгущенкамен и макты қосып отырып, осылай күшті булочкасы мына жерде қайнағыма қалай болып жатыр, күшті болып жатыр ма десем, қайнағым, мә келін сен деген көп сөйлейтін болыпсың, соңғы кездерде басым ауырып отыр, өзім сөйлей бермеші деп қабағым бір түйсе бола ма? Жарайды енді деп дальше өзім жұмысымды істеп булочкамды пісіріп алдым. Қараңыздар, күшті көтеріліп шыққан ғой. Мынау балалық шақтағы жүрек булочка естеріңізде бар ма? Неде мектепте постоянно осындай алатын едім ғой мен, жұмсақ күшті дана тәтті, себебі қант қосылады ортасына. Сосын қой енді кешкі асқа кірісейін дедім. Бүгін бізде кешкі асқа манты, осылай картошканы қостым, пиязды қостым, одан іш майым бар екен, соны қосып жіберейін дедім ше. Сөйтіп күштілеп тұрып жеп алайық дедік. Мен жолдасым картошканы ұнатпайды негізі ше, жолдасым жоқтап тез мантыларды жеп алайық дедік. Сонымен осындай екі қамыр шықты, екі зуала, сөйтіп екеуін демалдырып қойып қойдым да біреуін жайып бастадым. Мантыны сосын тез осылай түйіп тастайық дедім де қызымды шақырып алдым. Әйтпесе бел деген шыдатпай бара жатыр, одан балам келді көмектесейін мама деп ше. Сөйтіп тез мына барлық салмаларын салып бердім де өздерің бүге беріңдер деп бір кезде бұлар бүлдіріп тастаған, сосын өзім келіп тағы да бүгіп тез газымды қойдым да бұқтырып қойып мына салмасына пиязды пен томатты қуырып алдым. Өте дәмді болып шығады ғой негізі пияз қоссаң. Сіздер де мантыға осында пияз қоссасыздар ма салмасына негізі? Сөйтіп кешкі асымызды өстіп барлығымыз отбасымызбен қарнымызды тойдырып алдық. Енді жинау керек мына бардақтың бәрін десем, қайнағым шайымды ішіп үлгеріп жатыр ғой. Тез сүрттім де енді ыдыс аяқтарды жуып тастау керек. Қалай ойлайсыздар, іш төмен түссе негізі толғақ ерте келе ма?